Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әсел Жұмабекқызы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сметаник пирогын жасайтын боламыз. Жасалуы өте қарапайым, бір жасағаннан өте сәтті шығады және өте нәзік болып шығатын бұл пирогты сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен сары майымызды үккіштен өткіземіз. Сары май тоңазытқышта тұру қажет. Менікі бөлме температурасында болып еріңкіреп кетті. Одан кейін үстіне қант қосамыз. Бір жұмыртқаны қосып араластырамыз. Массамыз біркелкі араласқаннан кейін електен өткізілген 2 стакан ұнды қосамыз да араластырамыз және қопсытқыш қосып пирогымыздың қамырын дайындаймыз. Қамырымыз жұп-жұмсақ болып жинақталғаннан кейін оны салафанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін қаймақтың үстіне 2 жұмыртқа, ванилин ұнтағы және қант қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Мен жай қасықпен араластырдым. Сіздер миксермен араластырсаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды табаға әдемілеп жайып шығамыз. Салмамызды әдемілеп құйып, 180 градуста пеште пісіріп аламыз. Пирогымыз осындай жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Сіздерді жасап көруге кеңес беремін. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма қосыла кетуіңізді сұраймын.